Hey guys, so today we will talk about bestows, or as they are called in English, adverbs. Бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз міне осы. Көрерменіңізге рахмет осындай тақырыпты айтқанына. Үстеулер, оны ағылшынша біз adverbs дейміз. Adverbs өте маңызды тақырып. Себебі осы үстеулерді дұрыс түсінбегеннен кейін адамдар көп шатасып жатады, иә? Яғни үстеулер ағылшынша adverbs дейді. Мен сіздерге бұны грамматикалық ағылшын тіліндегі грамматикасымен түсіндірем. Яғни қазақ тіліндегі функциясын емес, ағылшын тіліндегі функциясын сонымен түсіндірем. Себебі өзгешеліктер болады. Енді үстеулер, олар ағылшынша adverb деп аталады. Қарасақ, adverb деген сөздің ішінде verb деген, яғни етістік деген сөз бар. Сол себеппен adverbs олар бізге verb туралы, яғни етістік туралы мәлімет береді. Мысалы, drive машинаны айдау, иә? Етістік drive. Және сонда мен бұл әрекетті қалай жасаймын? Бұл етістікті қалай мен орындаймын? I drive slowly. Slowly деген ол ақырын, иә? Slow емес, slowly. Сонда мен ақырын айдаймын. Сонда бұл жерде информация slowly деген сөз ол үстеуге жатады, adverbқа. Себебі adverbтардың функциясы ол verb туралы, етістік туралы мәлімет беру. Түсіндіңіздер ме? Сонда adverbs олар verbs туралы мәлімет береді. Мысалы, drive етістік, ешқандай информация жоқ. Мысалы, I drive, мен айдаймын, иә? Бірақ егерде мен I drive slowly деп айтсам, мен ақырын айдаймын. Онда сол ақырын деген сөз ол үстеуге adverbқа жатады. Және мысалы, I drive quickly, мен тез айдаймын. Тез деген сөз бұл жерде үстеуге жатады. Quickly. Болмаса I drive carefully. Мен абайлап айдаймын. Сонда абайлап, тез, ақырын, бұл сөздердің барлығы үстеу. Adverbs. Себебі олар бізге verb туралы, етістік туралы мәлімет беріп жатыр. Сол үшін оларды біз үстеу деп adverbs дейміз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Осыны маңызды. Және байқасаңыздар, quickly, slowly, carefully, ли деген жалғанып жатыр. Бұл сіздерге жеңілдік болу үшін әрқашанда емес, бірақ көбінесе үстеулер ағылшын тілінде ly жалғауымен жүреді. Сол үшін шатаспау үшін ly ол үстеулерге әдетте қосылады, бірақ барлық үстеулер ly мен бітпейді. Мысалы, fast, usually, always, және тағы да басқалар. Бұлардың барлығы үстеу, бірақ adverb, бірақ бұларда ly жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Иә, сонда қайтадан айтам. Adverbs олар бізге verbs туралы мәлімет береді. Яғни үстеулер бізге етістік туралы мәлімет береді. Солай түсіндіңіздер? Қазақша грамматикасымен қарамаңыздар. Бұл бір. Енді келесі нәрсе, үстеулердің сөйлемде тұратын орнына қарап кетейік. Олар әдетте етістіктен кейін тұрады. Мысалы, I run, мен жүгіремін. I run quickly, мен тез жүгіремін. Сонда runнан кейін quickly келді. Байқадыңыздар ғой? Сонда орны әдетте етістіктен кейін. Біліп жүріңіздер? Және кейбірлеріңіз осындай сұрауларыңыз мүмкін. Сонда slow мен slowly-дің айырмақшылығы қандай? Айырмақшылығы зор. Себебі slow ол сын есім, ол яғни бізге зат есім туралы информация береді. Мысалы, slow car зат есім ғой, машина, көлік. Ал slow ақырын машина. Сонда slow ол
сын есім ол бізге зат есім туралы, car туралы мәлімет береді. Ал slowly ол бізде үстеу, adverb, оның функциясы бізге verb туралы, етістік туралы мәлімет беру. Сонда slowly car деп айтсақ, бұл қате болады. Бізге slow car керек, себебі сын есім мен зат есім бірге жүреді. Ал the car goes slowly, мысалы машина ақырын жүреді десек, онда жүру деген go ғой, онда болмаса drive, мысалы айдау, машинаны ақырын айдаймын. I drive the car slowly, мен машинаны ақырын айдаймын. Сонда drive деген сөзін, етістікті, verbті бізге үстеу, болмаса adverb slowly баяндап тұр, информация беріп тұр сол етістік туралы. Біліп жүріңіздер. Қайтында айтып кетейін. Зат есімді сын есім баяндайды, етістікті үстеу баяндайды. Ал fast сөзі болса, ол үстеу де болады, және сын есім де болады. Яғни ол adjective та болады, және adverb та болады. Мысалы, a fast car. Fast деген тез машина. Болмаса I drive fast, мен тез айдаймын. Сонда бұл жерде I drive fast дағы fast ол тез дегенді білдіреді, бірақ ол үстеу. Себебі ол бізге етістік drive туралы мәлімет беріп жатыр. Міне сіздерге пайдалы видео болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк және каналыма подписаться етіңіздер. Комментарияда қандай тақырыптар туралы тағы қозғағанды қалайсыз, соны жазып кетіңіздер. Take care.